Армысыздар, құрметті көрермендер және қазылар алқасы. Мен Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақжар ауылы Қыдырбек Биралов мектеп-лицейінің 9-шы сынып оқушысы Жұмабек Абнұр боламын. Мен бүгін Жасыл қала жобасына қатысып, осы жоба аясында сіздерге өзімнің дайындаған идеяларымды таныстырғым келеді. Ең біріншісі сол жасыл қабырға. Жасыл қабырға жүйесі арқылы көп қабатты үйлердің сыртына күн панельдерін орнату және вертикальды бақтарды орнату. Жалпы бәріміз білетіндей, ағаштар, өсімдіктер, көшеттер ауадағы көміртегі газын сіңіріп, оттегін бөліп шығады. Бұл дегеніміз ауадағы оттегі балансын реттеуге өз септігін тигізеді. Сол үшін мен осындай идея сіздерге тастап отырмын. Және күн панельдері дегеніміз жалпы күн энергиясын, күн сәулелерін сорып, оларды баламалы жаңа энергия түрінде қайта өңдеу. Жасанды және баламалы энергия алу кезінде күн энергияларын пайдалану, күн панельдерін пайдалану таптырмайтын тиімді әдіс болғандықтан, осы күн панельдерін көптеп пайдалану бізге энергияны көбірек алуға тиімді әдіс болып саналады деп ойлаймын. Келесісі бізге болашаққа көзқарас, эко-шежіре. Ауыл ақсақалдары, мұғалімдер, ата-аналар көмегімен біз мектеп оқушыларына табиғатты аялау жайлы түрлі іс-шаралар жүргізіп, мектеп оқушыларында табиғатты аялау атты түсінік қалыптастыру керек. Және оларды шежіре ретінде цифрландырып, сайттарға салып, немесе кітаптар бетіне шығарып, оларды ұрпақтан ұрпаққа жеткізу арқылы біз келетін жаңа ұрпақта табиғатты аялау, экологиялық бір жаңа түсінік қалыптастыра аламыз деген ойдамын. Келесі бізде инновациялық, экологиялық бизнес идеялар. Жалпы барлық салаларда біз қолданамыз. Пластик, тамақ жеткізу салаларында, кафелерде, оның орнына бір реттік емес, көп реттік ыдыстарды пайдалану және оларды пайдаланып болғаннан кейін өткізу арқылы абонемент жинау. Бұл толықтай кафелердегі тамақ жеткізу салаларын толықтай экологиялық етеді. Ол дегеніміз сіз пластик ыдыстарды пайдалануды азайтасыз және пайдаланған ыдысыңызды қайтадан өткізу арқылы сіз өзіңізге абонемент жинайсыз. Жеңілдік. Келесі эко-мектеп жасыл сынып жобасы. Жалпы бір сыныпты толықтай жасыл сынып ету. Яғни алатын болсақ, біздің мектепте биология сыныбы жасыл сынып. Біз мұғалімдермен бірге ол жерде көшеттер егеміз, өзіміз тәжірибе жасаймыз. Жалпы айта кеткендей, өсімдіктерді көптеп егу ауадағы оттегі балансын реттеуге, тұрақты етуге өз көмегін тигізеді. Сол үшін де жасыл мектеп, жасыл сынып жобасы қазірде өте өзекті деп ойлаймын. Келесі бізде эко-мобайл қосымша, эко-бал. Сіз күнделікті істеген ісіңізді, қоқыс жинағаныңызды, жаяу жүргеніңізді, пластик пайдаланбағаныңызды қосымшада тіркеп, бал абонемент жинайсыз. Сіз оны эко-дүкендерде пайдалана аласыз. Мысалы, мен бүгін жаяу жүрдім, көлікпен транспорт түрін қолданған жоқпын. Яғни ауаға көміртек газын түспеуіне өз септігім тигіздім. Және қоқыс тастадым, оларды арнайы сұрыптап тастадым. Пластикті пластикке, қағазды қағазға. Бұл деген кейінгі заводтарда қоқыстарды сұрыптауға сіз өз пайдаңызды тигіздіңіз деген. Және осы арқылы сіз бал жинап, оларды дүкендерде қолдана аласыз. Келесі идея ол бізде тамақ қалдықтарын екінші өмір сыйлау. Жалпы тамақ қалдықтары дегеніміз жалпы олардың бойында көмір суларға, майларға өте бай болғандықтан, оларды кептіріп ұнтақтау арқылы жаңа тыңайтқыш жасап шығару. Ол тыңайтқышпен өсіп келе жатқан өсімдіктерді тыңайтып, оларға тыңайтқыш бойында құнарын беру арқылы оларды шығуына өз септігін тигізу. Тамақты ысырап етпеу. Келесі бізде қалдықсыз іс-шаралар. Біз қалдықсыз іс-шаралар сериясы аясында қалдықтарды қайтадан өңдейміз.
демек аптаның бір күнін қалдықтарды өңдеу деп алу керек, немесе бір айда бір аптаны қалдықсыз іс шаралар деп алып, барша қалдықтарды жинап сұрыптап оларды қайтадан іске асыру керек деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.